инагенттікпен жаңағы радикалды мәселелер тарайды. Олар да мысалы діннің аясында келіп жатқан көрінбейтін инагенттіктер. Кімдер жұмыс істеп жатыр? Спутник бар ғой. Жұмыс істейді ғой Қазақстан туралы, дұрыс па? Жаңағы болмаса Русский мир. Русский мир, иә. Русский дом фондтары істеп, Россотрудничество деген мысалы. Біздің имиджімізге қалай әсер етуі мүмкін? Біз көп векторлы саясатымызға бір шетінен қарсы болып. Оның үстіне тағы да бір имидждік нелер бар ғой жаңағы, қауіп қатерлер. Яғни біздің осындай демократиялық дамудан ауытқыды, яғни ұлттық мүдделерді қорғау. Біздің ұлттық мүдде осы жерде сақталуы керек қой. Жаңағы осы жерде бір сөз қосып жіберейік. Бұл жерде екі рискс бар деп ойлаймын да. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз шетелдік агенттер мәселесі, яғни ауызекі айтқанда инагенттер деп жүрміз ғой, баспасөзде. Жалпы қазіргі таңда осы біздің еліміздегі шетелдік қорлардың қызметі пайда келе ме, немесе зиян көп тигізе ме деген мәселе. Бұл әсіресе геосаяси жағдайдың шиеленісін, ел ішіндегі халықаралық күн тәртібіндегі негізгі мәселелер бойынша қайшылықтардың өсуін ескере отырып, өте өзекті мәселе отыр. Жалпы Қазақстанда бір мәлімет үшін айта кетейін, шетелден қаржыландыратын заңды және жеке тұлғалардың тізілімі жасалған болатын. Ол алғаш рет 2023 жылы қабылданды. Оның құрамында алғашында 240 ұйым мен жеке тұлғалар, соның ішінде елдегі танымал медиа, қоғамдық қорлар және шетелдік компаниялар кірген екен. Ол кезде ел басшылығы тарапынан әңгіме тек салық бойынша мүдделі болғандығын айтты. Тағы да бір мәлімет, Қазақстанда қазіргі таңда 200-ге жуық үкіметтік емес ұйымдардың шетелден, олардың ішінде 70% ақш-тан қаржыландырылады екен. Үкіметтің мәліметінше гранттардың 165 донор ұсынады, соның 53 халықаралық ұйымдар, 31 шетелдік мемлекеттік мекеме және 81 шетелдік немесе қазақстандық. Контекст үшін тағы да бір айта кететін нәрсе, жалпы өткен айда мәжіліс депутаты Ирина Смирнова премьер-министр Олжас Бектеновтің атына жолдаған сауалында, депутаттық сауалында, кейбір елдерде, соның ішінде ақш-та деп айтып кетті, қолданылып жүрген осыған ұқсас шетелдік агенттіктер туралы заң қабылдауды ұсынды. Яғни бұл тек реестрген емес, енді осы заңдық тұрғыда осы мәселені бекіту. Оның үстіне тағы бір депутат Магерамов, USAID және басқа шетелдік демеушілер, тырнақшаның ішінде әрине, көрсетілген көмек бағдарламаларын егжейлі-тегжейлі ашуды талап етті. Яғни бұндағы мақсат деп тұр, жастарымызды бүлдіретін жат құндылықтардан таңуды тоқтату керек дейді. Яғни ал азаматтық қоғам болса, азаматтық қоғам өкілдері бұны сөз бостандығы мен адам құқықтарын шектейтін құрал ретінде бағалайды. Яғни осыған байланысты мен, құрметті сарапшылар, сіздерге сұрағым қойғым отыр. Жалпы Қазақстан Орталық Азия елдерінің аумағында бірқатар басқа да шетелдік бағдарламалар да бар. Мысалы, Америка құрама штаттары емес, Еуропалық одақ дейміз, көршіміз біз Ресей Федерациясы бар, Қытайдан да мысалы біз қаржыландыратын жаңағы бір жобалар бар. Яғни оларға да назар аударып, іс-әрекеттерін тексеріп, мысалы қадағалау керек шығар деген тағы да бір ойлар бар. Сондықтан да бірінші сұрақ осыған байланысты деген көзқарасыңыз? Енді біз инагент деп жаңағы ауызекі тілде айтып жатырмыз, немесе толықтай қазіргі мүмкін заң түрде әлі аударыла қоймаған шығар, бірақ шетел агенті деп айтамыз. Осыған байланысты Қазақстанда жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз, статистикалық мәліметтерде 240 тіркелген деп. 2024 жылы
ол рейстердің саны біршама азайған екен, 192-сі қазір тіркеліп тұр. Бірақ бұл жердегі реестрға тіркелген, ол бірақ мақсатта тіркелген Қазақстан шетелден келетін әртүрлі жаңағы демеушілік немесе белгілі бір азаматтық қоғамды қолдауға байланысты түсетін ақшаларды қаншалықты салық аламыз деген бірақ мақсатты көздеп отыр. Ол жерде басқа заңдық нормадан одан келетін идеологиялық қауіпсіздік бар ма, немесе тағы басқа қауіпсіздіктер бар ма деп қарастырмайды. Сол үшін ғана реестр жасалынған. Бірақ енді жаңа сіз айтып отқан екі депутаттың әңгімесінен кейін қоғамда инагенттерге байланысты заң керек па, керек емес па деген нақты дискуссия туып жатыр. Соған байланысты біз пікірімізді айту керек деп ойлаймын. Меніңше Қазақстан әлі ол заңды қабылдауға дайын емес, өйткені оның бірнеше себептері болып кетуі мүмкін. Халықаралық түрде біз қазір сыртқы саясатымыз көп векторлы. Сіз егер сол реестрді алып қараған болсаңыз, 70% Америка Құрама Штаттарынан қаржыландырғанына қарамастан, біздің тікелей көршіміз Ресей Федерациясынан да қаржыландырып, біздің территориямызда жұмыс істеп жатқан инагенттердің түр-түрін көруге болады. Кейде тіпті мен ойлаймын, Ресей Федерациясына инагент жіберіп, немесе оның қаржыландыруы да керек емес деп. Қазақстандық медиа пространствода сіз Алма ТВ-ді көрсеңіз де, Ото ТВ-ді көрсеңіз де, каналдарыңыздың бәрі жаңағыдай сол Ресей Федерациясының каналдары тікелей жүріп жатыр. Және Қазақстанда жаңағы күн-түн демей Соловьевті көріп отқан адамдар бар дегендей. Тек қана ол емес, бізді заң не үшін керек емес деген кезде біз көп векторлы саясатымызға бір шетінен қарсы болады, екіншіден жаңағы азаматтық қоғамды қолдайтын батыс әлемі бізді ол заң арқылы шетелден келетін әртүрлі көзқарастардан шектеуі мүмкін. Мәселен, бір ғана мен мысал айтқым келеді. Қазақстанда Капсанлог деген жаңа тізімнің ішінде бар, инагенттік тізімнің ішінде бар компания деп айтамыз да, ұйым бар. Сол ұйыммен бірлесіп жұмыс істейтін Step and World деген тамаша баспа бар. Ол жерде біздің өзіміздің жаңа азаматтарымыз жұмыс атқарады, және олардың атқарып жатқан жұмыстары орасан зор. Шынымен мысалы Самуэл Хантингтонның немесе қаншама әлемнің ең мықты топ деген кітаптарын қазақтың тіліне әдемі аудармамен аударып жеткізіп беріп жатыр. Сондықтан біз инагентке заң шығарып, кейде батыстан келетін немесе басқа, тек қана батыстан емес, басқа жақтардан келетін игіліктерді тоқтатып алуымыз мүмкін деп ойлаймын. Оның үстіне тағы да бір имидждік нелер бар ғой, жаңағы қауіп қатерлер. Яғни біздің осындай демократиялық дамудан ауытқыды, тағы да жаңа авторитаризмге кетіп бара жатырмын деген сияқты. Сәке, сіздің пікіріңіз сол? Негізі көрермендерге айта кететін жайт, ол жаңа шетел агенті туралы заңды қабылдау деген нәрсе, ол біздің Қазақстанда жұмыс істеп жатқан әртүрлі жаңа мақсаттағы, әртүрлі салада жұмыс істеп жатқан жаңағы ұйымдардың қызметін тоқтату деген мақсат емес. Ол керісінше олардың қызметін жаңағы біздің қоғамдағы транспаренттілік, ашықтылыққа, олар не жасап жатыр, қанша не төлеп жатыр мысалы, ақша қайдан келе жатыр мысалы, олардың мақсаты не, 2024 жылы не жұмыс істеді, қай салада жұмыс істеді, сол нәрсені біздің ашық қоғамға көрсету. Құрметті көрермендер, бағдарламаның ресми серіктесі Warm Home компаниясы. Үйлеріңіз және офистеріңіз жылы әрі жайлы болсын десеңіз, Warm Home компаниясының қызметтерін пайдаланыңыз. Warm Home компаниясы кез келген ғимараттардың, соның ішінде тұрғын үйлердің инженерлік коммуникациялық жүйелерін қамтамасыз етеді. Соның ішінде сумен қамтамасыз ету, вентиляция, канализация және жылу беру жабдықтарымен айналысады. Warm Home компаниясының қызметтері жайлы толық мәліметті осы видеоның астындағы сілтеме арқылы таныса аласыз. Негізгі мақсат сол деп ойлаймын. Сондықтан екіншіден жаңа Думан Құрманғазыұлы айтып өтті, қазір жаңа шетел агенті заңын қабылдау әлі ертерек деген. Менің ойымша керісінше қазір тайминг ең сәтті түсіп тұрған кезең деп ойлаймын. Себебі өздеріңіз білесіздер, Трамп президент болып тағайындалғаннан кейін, жаңа қызметіне кіріскеннен кейін бірден USAID-тің қызметін 90 күнге уақытша тоқтату туралы жаңағы шара қабылдады. Дәл қазір бұл мәселенің айналасында ішкі әлемді қауымдастықтың назары Трамптың осы әрекетіне болып тұрған кезде бізге жаңағы халықаралық ұйымдар тарапынан болмаса, жаңағы халықаралық
ұлы державалар тарапынан мысалы батыстық мемлекеттер тарапынан қысым көрсету деңгейі аздау болып табылады. Және біз не үшін өйтіп айтатқанымды жаңа негіздей келетін болсам, мысалы соңғы кезде Грузияны қараңызшы, мысалы Қырғызстанды қараңыз, Грузияда 2024 жылы және Қырғызстанда екеуінде де посткеңестік елдердің ішінде екеуінде қабылданды. Шетел қалай шулады? Мысалы қысым қалай көрсетілді Грузияға қатысты. Дәл қазір Грузияның өзінде грузиндер де шулады. Өздері де шулады мысалы. Бұлар Ресейдің версиясын алды да, жаңағы соған негіздей отырып жасады мысалы заңнаманы. Ол нәрсе жаңағы қоғамнан не таппағаннан кейін, қолдау таппағаннан кейін американдық 1938 жылғы фара дейді ғой. Жаңағы сол ненің негізінде жасап, шатаспасам екінші оқылымда олар қабылдаған болатын. Бұл нәрсе керек негізі, өйткені сіз қолдайсыз ғой. мен қолдаймын, ол тайминг қазір жаңағы дәл уақытысы, жаңағы безболезненно деп айтады ғой, қоғамдағы шум шығармай жаңағы және халықаралық қысымнан қаша отырып дәл осы кезеңде қабылдау керек деп ойлаймын өзім. Яғни біздің мемлекетіміздің жаңағы территориясында аумағында жұмыс істеп жатқан шетелдік мысалы масс-медиа болсын, әртүрлі саладағы компаниялар транспаренттілік көрсету керек. Яғни ұлттық мүдделерді қорғау. Біздің ұлттық мүдде осы жерде сақталуы керек қой. Жаңағы осы жерде бір сөз қосып жіберейік. Бұл жерде екі рискс бар деп ойлаймын да. Біз екі қауіп қатер бар. Біз біріншіден шынымен де батыс әлеміндегі жаңағы ашықтық стандарттарына өзіміздің қоғам деңгейінде дайынбыз ба, дайын емеспіз ба деген мәселе бар ғой біріншіден. Содан кейін менің кішкене көңіліме келетін нәрсе, біз осығанға дейін олар жұмыс істейді ғой, иностранный инагент немесе шетел агенті тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан территориясында жұмыс істеп келді. Реестрге 2023 жылда енді тіркедік, жақсы дейік. Сөйтіп біз бұны қоғамдық деңгейде көтеріп, біз мән бере бастауымыз, депутаттарымыздың айта бастауы, және депутаттарымыз бәрін айтып отқан жоқ, депутаттарымыз USAID-тің айналасында ғана әңгіме айтып отыр. Біз нақты айтқымыз келеді да, Қазақстанда USAID-тен басқа да қаншама көрінбейтін басқа мемлекеттердің иноагенттер жұмыс істейді. Және алыстан жұмыс істейтін иноагенттерге қарағанда біздің екі жағымыздағы екі үлкен көршіміздің иноагенттері қаншалықты жұмыс істейді деген ақпаратқа нақты ойлану керек. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, біздің жаңағы заңдық деңгей және біздің мемлекеттік жүйенің стандарттары ол заңды шығарғаннан кейін оның орындалу мәселесінде жаңағыдай түрлі әрекеттерге, маневрларға бару арқылы бізге жаңағы азаматтық қоғамның дамуын шектеп қалуымыз мүмкін. Өйткені кейде біздің қоғам әлі азаматтық қоғамның дамуына дайын емес деп, инагенттерге арналған заңның желеуімен кез келген бағдарламаларды жаңағы тоқтату мүмкін. Мәселен, мен бір мысал айтқым келеді. Қырғызстанда заң пайда болды. Қырғызстанда заң пайда болғанның арқасында Азаттық радиосы Қырғызстанда жұмыс істеуін жаңағы тоқтатты деген сияқты. Азаттық радиосы сияқты радиолардың болуы әрине Қазақстанға азаматтық қоғам дамуына, демократиялық процестердің дамуына тікелей әсер етеді деп ойлаймын. Егер бұндай заң шығатын болса, Қырғызстандағы сияқты, сөйтіп жаңағыдай еркін сөйлеуге, тіпті сіздің осы біздің бағдарламамызға да сіздер Америка Құрама Штаттарымен Зеленскийдің мәселесін талқылап жатсыздар, біреуіңіз Американы қолдайсыздар деген сияқты желеумен бұл бағдарламаны да жабуы мүмкін деген жауып жіберуге саяси астар іздей алады ғой деген сөз. Яғни заң шығару бар да, ол заңды, содан кейін біздің қоғамда ол заңның орындалу процесі кезінде біз баяғыдағыдай мысалға айталық, НДС десе 20% көбейтіп жібереміз. Немесе жаңағы қоғамды көліктердің жол жүруін реттеуіміз керек десе камера қоямыз. Бірақ камера қойған кезіңізде сіз қауіпсіздігінен қарағанда сіздің нарушениеңізге жаңағы айыппұлдың келуі жылдамырақ деген сияқты. Яғни біздің заңдар жаңағыдай қоғамға жаңағыдай күштеп ұстап тұруға көбірек жұмыс істейді. Ашық қоғамның дамуына қарағанда. Сондықтан мен айтып тұрған заңның әрине өркениет деңгейінен алған кезде заң керек. Барлық нәрсенің заңмен, әдеппен реттелгеніне не жетсін, егер ол заң ғаділетті болатын болса. Бірақ егер заң шығардым екен деп, заңның аясында жаңағыдай азаматтық қоғамның дамуына шектеу тоқтап қалса қайтесіз деген қауіптен мен қазірше заң керек емес деп ойлаймын. Бұл жерде бұл жаһандану заманында дәл қазіргі мысалы интеграциялық жобаларда біздің мемлекет өзінің жаңағы үлесін қосып жатыр.
көптеген жаңағы халықаралық ұйымдардың өзінде мысалы мүшеміз, иә, жаңағы белсенді түрде өзіміз инициативамызды алға тартамыз. Жаһандану Қазақстаннан сұрамайды да, жаңағы сен дайынсың ба, дайын емессің ба деген нәрсені мысалы. Бұл нәрсе Азаттық радиосы Қырғызстанда өзінің қызметін тоқтатты дегенмен, мысалы жаңағы Азаттық радиосының қазіргі жаңағы ресми сайтын қарайтын болсаңыз, болмаса күнделікті жаңалықтарын қарайтын болсаңыз, Қырғызстан туралы бәрібір бар. Сіздер айтатын құндылық, өзара жаңағы универсалды құндылықтардың таралу мәселесі тоқтап қалмайды бұл жерден. Бұл жерден бізге екінші жаңағыда мүмкіндік беруі мүмкін да. Біз осы уақытқа дейін USAID-ке қатысты Ресейдің ықпалымен, басқа орыс тілді нелердің ықпалымен USAID-ның қызметіне қатысты скептикалық та, болмаса жаңағы оған қатысты қалай айтса болады, қолдаулық пікірді қатар алып жүрген болсақ, бізде енді бұл заң арқылы Ресейдің де ақпарат көздерін кімдер жұмыс істеп жатыр. Спутник бар ғой, жұмыс істейді ғой Қазақстан туралы, дұрыс па? Жаңағы болмаса Русский мир, иә, Русский дом фондтары істеп, Россотрудничество деген мысалы сайттарына кіретін болсаңыз, бәрі керемет жаңағы. Бірақ сөзіңізді ауызда сізге депутат Смирнованың пікірінше бұл соңғы айтылған қорлар бұл инагент емес, бұл достық қарым-қатынастағы мемлекеттердің жаңағы қызметі деп жаңағы, то есть бізге орысша айтқанда дружественный дейміз, иә, мен ағылшынша сөз бар, команд дейді ғой жаңағыдай. Айналып келгенде ол біз бәрібір көп кең ауқымды олармен қарым-қатынасымызды дамып келе жатсақ та, біз саяси жаңағы олармен одақтас емеспіз. Жаңағы бізде қарым-қатынас бар, одақтастық көп салалы, бірақ біз саяси, мысалы әскери жағынан біз жаңағы ортақ, мынандай мысалы НАТО-ның астында, мысалы НАТО-ның шеңберіндегідей үйтіп олай не жасайтында біз не емеспіз ғой. Бұл заң бізге ашықтылық та, мысалы нені береді мүмкіндік. Біз білу керекпіз да, кім бізге келіп жатыр, қандай пиғылмен келе жатыр. Өйткені бәрібір біз үшін ұлттық мүдде бірінші кезекте. Сөзіңізді ауыстап, екінші сұрақ, енді қысқа нұсқа жауап беруіңді сұраймыз. Тайминг болғаннан кейін бізде бірқатар өздеріңіздің сөздеріңізде ақш-тың USAID бағдарламасын айтып кеттіңіздер. Енді оны айтпай кету мүмкін емес, себебі осы агенттік президент Трамп, Дональд Трамптың USAID бағдарламасының 90 күнге толығымен тоқтатуды қазір бұйырып отыр, толық ревизия жасап барып, мүмкін жанданады, енді белгісіздік болып отыр қазір. Әлемнің 100-ден астам елде өкілдіктері бар, бюджеті 50 миллиард доллардан асатын әлемдегі ең ірі ресми көмек агенттіктерінің бірі. Бұл ақш-тың барлық шетелдік көмегінің жартысынан көбін қамтамасыз ететін агенттіктің қызметін қатысты осындай айтарлықтай бір белгісіздік нетіп отыр. Себебі әрине ақш-тың көмегі тек қана USAID-тің несі емес, оның басқа да мемлекеттік департаменттен басқа не бағыттар бойынша жүргізіледі екен. Бірақ сол бүкіл Америка Құрама Штаттарының көмегінің жартысы осы USAID. Яғни оның бір масштабын көріп отырмыз ғой, ауқымын. Қазақстанға осы не бойынша агенттік бойынша орталық Азия елдеріне экономикалық және гуманитарлық көмек шеңберінде бөлінеді екен. Жалпы мынандай бір мәлімет келтіре кетіп тұр. 2001-2024 жылға дейін, яғни 24 жыл бойы USAID орталық Азия елдеріне әртүрлі жобалар бойынша 2,7 миллиард доллар бөлген екен. Бұл көмектің негізін бөлігін Қырғызстан бірінші орында, Тәжікстан, одан кейін Өзбекстан, Қазақстан, Түркменстан туралы ашық мәліметтер жоқ. Содан кейін айта кететін бір жағдай, осы ақш-тың Қазақстан Республикасының елшілігінің сайтында USAID жұмыс істеген уақыт ішінде елдегі экономикалық сектордың дамуына, денсаулық сақтау жүйесі мен демократиялық институттарға көмектескен бағдарламаларға 500 миллион доллар жұмсалғаны айтылады. Енді бұл кішкене аздау сияқты, білмеймін, бірақ жалпы соның 90%-ын айтпақшы біздің мемлекеттік сектор алған екен. Енді одан бастады. Яғни бұл жерде сұрақ мынандай, жалпы жергілікті енді барлау органдарының назарынан тыс қалмаса, енді мүмкін тағы дұрыс сұрақтар болып жатады. Неге осы Қазақстанда осы ұйымға қатысты мәселе Трамптың сынынан кейін ғана көтеріліп жатыр қазір, және бұның халықаралық салдарлары қалай көрініс табуы мүмкін, біздің имиджімізге қалай әсер етуі мүмкін, осы агенттік қызметінің жалпы тоқтатылу, жалпы Қазақстан емес, орталық Азияның өңірі шеңберіндегі
мемлекеттеріне қалай әсер етуі мүмкін, оның имиджіне, кейінгі жүріс тұрысына деген сияқты. Иә, біздің енді қоғам бір шетінен мынандай болып тұрмыз ғой, біз мәселелерді жаңағыдай кешенді қарастырмаймыз. Біз жаңағы әуеннің ырғағымен дамып келе жатқан мемлекетпіз ба деп сынағым келеді өзіміз. Яғни бүгін USAID-тың проблема болса, соны депутаттар көтереді. Ертең жаңағы тағы бір жаңа мәселе шығып кетсе, мәселен жаңа мектепке байланысты бағдарламаның өзгертілмеу деген сияқты ішкі мәселе шығып кетсе, оған ауысып кетеміз. Одан кейін тағы үшінші мәселеге ауысып кетеміз деген сияқты. Сөйтіп біз кешенді мемлекетке бұның пайдасы бар ма, зиянды бар ма деп үлкен жолмен, стратегиялық бағытпен емес, әуенмен ырғалып келетқандықтан көтерілді ма деп ойлаймын да. Және біздің жаңа депутаттарымыз да сол моментті пайдаланып, жаңағы тайминг сөзін қайталап пайдаланып жатсыздар ғой. Сол моментті пайдаланып қана осы мәселе қазір айтсам қоғамға өтеді-ау деген тұрғысынан да депутаттар кейде көтерді ме деп ойлаймын. Бірақ осы мысалы USAID-ке байланысты екі мәселені нақты қайтадан шегелеп айту керекпіз. USAID-тен келетін қаржының 70%-ға жуығын мемлекеттік мекемелер алған. Иә? Яғни азаматтық қоғамның дамуына бөлінген жаңағы мемлекеттік емес ұйымдардың алған ақшасы ол оншақты көп емес. Екіншіден, сіз көрсеткен мәліметте 2024 жылы USAID-тің Қазақстанға берген қаражатының 75%-ға жуық ақшасын медицина саласына бөлген. Біз тек қана USAID-ті жаңағы азаматтық қоғам, сөз бостандығы, масс-медиа деген сияқты мәселелерде қарағанымызбен в рамках USAID-тің шеңберінде Қазақстанның медицина саласына өте көп ақша бөлінген және талай адамның денсаулығын сақтап қалуына көмектесті. Кейде біздің өзіміздің мемлекетіміз медицинаға бөле алмайтын қаражатты, аппарат сатып алуды, донорлықты немесе басқа мемлекеттерден алып келетін жаңағындай гуманитарлық көмектің аясында болатын шығындардың бәрін USAID көтерген. Сондықтан USAID-тің өте көп, тек қана USAID-тің емес, бірақ шетелдік жаңағындай осындай бағдарламалардың, қорлардың пайдалы түстері бар, егер біз оны дұрыстап пайдалана алатын болсақ. Бірақ қауіп-қатер жоқ емес, шынымен де. Өйткені осының желеуінің аясында кейде біздің көрші мемлекеттеріміздің тарапынан, немесе батыстық мемлекет тарапынан, немесе тіпті мына араб әлемінің тарапынан да діннің аясында да инагенттікпен жаңағы радикалды мәселелер тарайды. Олар да мысалға діннің аясында келіп жатқан көрінбейтін инагенттіктер, мысалға кеше ғана бір ақпарат оқыдым, өмір бақи қазақтың жырын жырлап өткен жігіт жаңағы дінге біраз уақыт бет бұрғаннан кейін қазақтың жырлары алпамыспен жаңағы қобыланды шейрек, ол харам деген әңгімеге көшіп жатыр. Бұл инагенттің жетістігі ол мысалы. Яғни біз іріктеп алып, пайдалы жерін пайдалану керекпіз, зиян жерінен қорғану керек деп ойлаймын. Ондай мәселелер негізі идеологиялық вакуум болған кезде нетеді ғой, 90 жылдарда өте көп болды. Осыған байланысты айта кететін болсақ, біз неге болып жатқан әлемдік құбылыстарға, сол құбылыстар орын алғаннан кейін реакция білдіретіндігіміз жайында, енді халықаралық қатынастардағы жалпы иерархиялық құрылымға Қазақстанның орнын қарасаңызшы, Қазақстан ғана емес, біршама мысалы small state дейді, кіші мемлекет, шағын мемлекеттер, орта держава деп айтады. Енді орта держава болғанмен біз аймақтық емес, біз болмаса жаңағы ұлы держава емеспіз ғой. Сондықтан халықаралық жаңағы саяси процестердегі кім үстемділік етеді, солардан келіп шыққан шешімдер, болмаса болып жатқан оқиғалар, солардың жаңағы атқарып жатқан іс-әрекеттеріне қарай отырып біз реакция білдіруіміз ол табиғи нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан USAID мәселесі соңғы кездерде актуальный жаңағыдай не болғандығы, өзекті болғандығына байланысты біз оған міндетті түрде жаңағы реакция білдіруіміз ол табиғи нәрсе. Бұл біріншіден. Екіншіден, айналып келгенде барлық шетелдік ұйымдар, басқалар Қазақстанда тіркелу керек. Олардың жаңа іс-әрекеттері ашықтылық білдіруіміз керек. Өйткені олардың бәрі Қазақстанның мүддесі үшін жаңа жұмыс істеп жатыр деп дегенге аузымыз бармайды. Мысалы, айтқанда USAID-те Қазақстан мүддесі үшін жаңа өз іс-әрекетін жүргізіп жатыр дегенге де сенуге де болмайды. Яғни бұл мүмкін де емес. Болмаса русский мир, русский дом да Қазақстанның мүддесін жаңағы болмаса екі елдің ортасындағы шын мәнінде, real politics деп қарайық. Мысалы, сол жағынан келгенде Қазақстанның мүддесін алға тартып жатыр дегенге сенуге де келмейді ол. Сондықтан әркім өз күнін өзі көру керек қой. И осы мақсатта жаңағы болып жатқан жаңағы орын алған оқиғаға қарап, соған ішкі Қазақстанның ішінде болып жатқан оқиғаға байланысты реакция білдірмей,
алдын ала заңнамалық нені енгізіліп қоятын болса, соның шеңберінде жаңағы мәселені қарастыру оңай болушы еді да, менің ойымша. И үшіншіден бізде жаңағы ақпараттық біздің кеңістік бәрібір өте осал. Біз жаңа аймақтық деңгейде болмаса халықаралық деңгейде ақпараттық кеңістікте бәсекелестік неміз төмен. Сондықтан әңгімемізге тұздық болсын, бірақ ақпарат бере салайын. Русский мир агенттігі ресми түрде Петропавл қаласында тіркелген. Алматыда, Астанада емес. Астанада бар олар жаңағыдай. Бар, бірақ негізгі кеңсесі деймін, басқару органы Петропавл қаласында тіркелген. Яғни бұл да бір нәрсе ой. Әрине жаңағы USAID бәрі енді неғып қалған ғой. Бұл жерде біз бәріміз енді ақш гегемон болғаннан кейін соның несіне көп назар аударамыз. Бірақ менің ойымша керісінше осы заңнамалық недің арқасында біз қанша ресейлік жаңағы ұйымдар бізде жұмыс істеп жатыр. Мысалы, оны қалай бақылауға болады? Ең болмаса статистикалық мәліметтер алатын шығармыз мысалы. Және олар біз мемлекетке осындай өзінің қызмет. Бірақ сіздің заңыңыз USAID-тің жаңағы батыстық нелердің келетін қорлардың несін шектеп, жаңағы мүмкіндігін шектеп, біздің жаңағы дружеский страналардың мүмкіндігін кеңейтуге ықпал ететін заң болып шығып кетсе қайтесіз? Енді бұл if деген әңгіме болғаннан кейін айта кететін жайт, ол заң жаңағы халықаралық ұйымдардың Қазақстанда жұмыс істеуін тоқтатуға бағытталмаған ғой. Ол заң жаңағы негізгі мақсаты олардың тек несін қадағалау, не істеп жатыр соны білу ғой. Соған негізі акцент жасауымыз керек та. Біз жаңағы ойбай анау жаңағы тоқтатып тастайды екен, жауып тастайды екен нәрсе емес қой. Сосын екінші мәселе қандай негіздегі заң болады. Мысалы, мен жаңағы соңғы кездері естуім бойынша, ақпарат бойынша ақш-тың 1938 жылғы яғни қай үлгіні аламыз деген сияқты. Қай үлгіде, қай модельді аламыз деген. Соны жаңа ақш-тың үлгісін аламыз деген сияқты, Сонымен құрметті көрермендер, бағдарламамыз осымен тамам. Видеоның астындағы сілтемелерге лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сау саламатты болыңыздар. Сау болыңыз.